Қайырлы күн, достар. Бүгін біз кішкентай зерттеушілермен бірге қарапайым суды зерттеп көреміз. Қарапайым су мен мұхит суының айырмашылығын анықтаймыз. Қараңдаршы қыздар, мына жерде екі түрлі ыдысқа құйылған, шылым ыдысқа құйылған су екен. Мына тұрған судың түсі қандай? Жаңа айта қойшы. Екеуіңіз айта қойшы. Тап-таза, иә? Су түссіз екен. Мөлдір екен. Бұл судың дәмі жоқ екен. Дәмі бар ма судың? Жоқ. Судың дәмі жоқ екен, түссіз екен. Ал жаңа мына сенің судың түсі қандай? Көк. Судың түсі көк екен. Көгітек. Бұның ішінде нелер өмір сүріп жатыр? Нелер жүр? Балықтар жүр. Акулалар жүр. Дұрыс айтады, тағы нелер? Саяндар жүр. Тамаша. Бұл су астында өмір сүретін жәндіктер, балықтар, әртүрлі көптеген балық түрлері мен жәндіктер өмір сүреді. Бұл мұхит суы деп аталады. Қайталаңызшы? Бұл мұхит су. Бұл өте ащы болады. Бұл өте ащы болады. Ал ертең сенің тұрған суың, көрдің бе? Ол түссіз. Қайталаймыз. Мөлдір. Дәмі жоқ. Міне көрдіңдер ме балалар? Осы екі тұрған судың өзінде екі түрлі айырмашылық бар екен. Суға қан салсақ дәмі қандай болады? Тәтті. Дәмді болады екен. Түсіне бояқ салсақ не істейді? Түсі өзгере ме? Өзгереді. Өзгереді екен. Ал біздің мұхит суы қандай екен? Дәмі қандай? Ащы. Ащы. Тамаша.